Исанған. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум ағай. Ой, сәлемінім. Қалайсыз қалай? Шүкір. Қалай амансыздар? Шүкір, сауалға келдім деп хабарлама жіберіп едіңіз ағай. Көп жасайды. Өздеріңіз үйге көрейін. Ағам қайда? Сәлем бет жеңеше. Қалайсыздар? Амансыздар? Денсаулығыңыз қалай? Жақсысыздар? Ауылдар аман? Денсаулығыңыз қалай? Ағам қайда? Ekmeğin kelgen jayim var. Ya, soğuk. Solay kelip kafa jayimiz var. Aman aman şükür jayda. Kaladamız. Turmuş. Konservatoriya. Al endi men ағамдар келіп қалды шығар. Бір ауылымды сағынып, бір ән айтып берейін, ауылымды сағынып бір. Балаларда жақсы, бәрін жиып-қиып Қарашаштың үйіне жібердім. Саматыңыз да сол жақта. Ой, құлшыңыз да жақсы, апа. Жақсы, иә. Иә, апа. Алло. Қаптан жүр дейді ол. Ана акулалар жеп қоймасын. Айтып звондап, бір звондап айтып қой. Қылыш, қойыштықты. Сенің шешең өз акула. Акуланы жемейді. Ол былай бүтіндей жұтады акуланың өзі. Айсара. Сен оскорблять еткеннен басқа дым білмейсің осы. Оскорблять ете бересің, оскорблять ете бересің. Сен өзгермейсің. Қылыш, тұр жүрді. Енді бүгіннен бастап кейде біз таңғы ас ішпейміз. Аналардың үйіне барып үлкен үйден ішеміз.
Жасап алайыншы енді. Тұра тұршы. Ей, қылышты құмың үскір. Барсаң бар, бармасаң қой, өзім барам. Ойпырмой, айнытпай салып алыпсың, а? Иә. Әртісің-ау, ай. Керек болса енді мен жүрісіне дейін салам шешеңнің. Барсаң бар, бармасаң қой, кеттім. Ой, тұра тұр, Айсара. Ай, 10 жас үлкен дейді ғой. Ой, Айсара, оттай береді. Сен көңіліңе алма сен. Айсара, мына сенің мына бір себіңе де татымайды ғой, Айсара. Ой, оттай береді ғой. Айсараны ғой. Ей, Айсара! Ай, тұра тұршы! Ай, Айсара! Ай, пошмек, тұр. Ай, Айсара! Шапалақ салып қойылса, Қосбұлақ ауылдық клубы алдарыңызда келінжан бүгінгі екі команда Күлімхан, Назгүл Абдуллаева. Басты рөлдерде Күлімхан, Назгүл Абдуллаева, Айсара, Мейшгүл Бердешева, Қылышбек, Сәттіғали Нұрдәулетов, Асхат, Өмірбек Қараш. Фильмнің саны. Толықтырып айтсаңыздар. Құрметті әріптестер, сыралғы дегеніміз, яғни аңшылар аңға кеткен кезде қайтадан қанжыға олжалы болып оралып келеді ғой, сол кезде алдынан адамдар шығып, яғни қанжығаңның бірін, мысалы қоян атып келсе, қоянның сыралғы сұрайды. Сол сыралғы Қоянды беріп кетеміз? Иә, сол сыралғыны жаңағы беріп кету керек. Сондай салыпты айтады. Бәрекелді. Сыралғы. Енді бұл жерде негізі 10 ауылдық мәдениет үйіне берілген сұрақ, соған 10 ауылдық мәдениет үйі жауап берді, және Қосбұлақ білеміз деп олар да жауап беріп жатыр. Осы жерде жазылып тұрған жауапты оқып жіберейін. Батырдан сауға, аңшыдан сыралға. Сыралға олжалы, қанжығасы қанданып келе жатқан аңшыдан немесе саятшыдан кездескенде сұралатын дәстүрлі кәделі жол әрі ырым дейді. Қошемет көрсетіп қойыңыздар. Екінші, бірі бақыт қызмалға жарғамыз. Келіңіздер. Және ерекше құрмет қошеметпен 10 ауылдық мәдениет үйінің меңгерушісі Қонсоқай шақырамыз. Ең алдымен басшыларға микрофонды ұсынайық, рахметін айтсын. Осындай әдемі өнердің иесі болған, сахнада өнер көрсеткен өнерпаздарға алғысын білдірсін. Сияқты бүгін керемет кештің куәсі болып жатыр. Керемет сайыс ұйымдастырып жатыр екенсіздер. Шайыр ауылдық мәдениет үйіне алғысымды айтқым келеді. Енді жаңағы ауданымызда 12 ауыл бар. Сол 12 ауылдан тек қана 2 ауыл қатысып тұрғанына кішкене соған жаңа көңіліміз түсіп кетті. Өте аз екен деп, неге алдын ала айтпады екен деп. Енді сол жағын кішкене қарастырармыз, аудан басшылығына айтып барармыз, қатаң сөгіс жариялау керек негізі. Себебі ұятта бұл 12 ауылдан 2 ауыл қатысып тұр. Қаншама еңбек мына жерде, қаншама дайындық жүріп жатыр. Өзіңіз айтып тұрсыз, мана 1 ай бұрын, 2 ай бұрын жібердік деп да. Бұл білмеймін енді жұмыстың жаңағы төмен несін білдірді. Мәдениеті, Қосбұлақ мәдениеті. Енді бұл жерде барымызша жаңағы әділ қазылар алқасы барымызша әділ өтуге бет бұрдық, жаңа қарадық бәрін. Дегенмен енді 2 ауыл болғасын, 1-ші орын, 2-ші орын беріледі. 3-ші орынды біздер алдық деп есептейміз. Шайыр ауылдық мәдениет үйі. Енді оқи берейік бе? Бәрекелді. Ауылдық мәдениет үйлері қызметкерлері арасында өрісі кең өнерлі ұжым байқауына қатысып 2-ші орын алған Қосбұлақ ауылының Қосбұлақ тобы Қошемет Қосбұлақ. Өзеннен 2-ші орын, Шайырдан 2-ші орын. 12 команданың ішінен суырылып шыққан. Құрметті Шайыр ауылдық мәдениет үйінің ұжымы, сіздерді өткен көктем мерекелеріңізбен, амал мерекесімен, ұлыстың ұлы күні, жаңа жылдарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Енді мынау
Нұрияш бастаған шайыр мәдениет үйі өте әдемі байқауды бізге ұсынған болатын. Қыс айында тұрған кезде ешқандай сылтау айтпай біз дайынбыз деп келіп тұрған, әрине жоқтан бар жасап, қазір наурыз айында үнемі бізде шарадан шара болып кетті. Бірақ соның бәрін мәдениет үйінің қызметкерлері қай затқа да дайын болуымыз керек, өздеріңіз білесіздер. Сен тұр, мен атайын бол деп тұруымыз керек. Ән десе ән, әзіл десе әзіл, әріптес десе содан қалмай келуіміз керек қой. Соған мінекей бүгін енді Нұрияш бастаған шайыр мәдениет үйінің ұжымын сыйлағандықтан бүгін келіп тұрған жайымыз бар. Енді мінекей екі ұжым болса да сахна киелі ғой. Жаңа айтып жатырмыз, 10 ұжым болса құдай білсін, мына гримнің іші деген шашылып жатыр деп. Енді өте керемет, барлығы да өзінің рөлдерін жақсы тапқан, әнші әншілігімен, әзілімен жақсы жарасқан, жақсы байқау болды деп есептеймін. Сіздерге көп рахмет, ұжымыма да рахмет айтамын. Өзімнің жүр дегенде жүріп, тұр дегенде тұрып, мынаны былай ойна, мынау былай дегенде барлығын дәл жақсы ойнап шыққан, сұрақтарына жауап берген ұжымыма рахмет айтамын, қыздармен, жігіттеріме. Барлығына сәттілік тілеймін, жеңіс тілеймін. Тек амандықта болайық. Сосын тағы да бір атап айтар болсақ, Қосбұлақ ауылдық клубының меңгерушісі өзі де өнер көрсетіп жатыр. Мезгілге бір шапалақ соғып қойыңыздар. Және ерекше құрмет, қошемет болсын мына ауырсада киініп ат салысып жатқан 10 ауылдық мәдениет үйіне. Қызметкерлер. Және тағы да бір атап айтар болсақ, 10 ауылдық мәдениет үйінде шайыр ауылының күйеуі баласы тұр. Соған да бір қошемет көрсетіп бүгінгі біздің шырайлы шайыр ауылына, соның ішінде шайыр ауылдық мәдениет үйіне қош келіп жатсыздар. Сіздер үшін қуаныштымын, осындай бір-бірімізді сыйлап, құрметтеп, бір ауыз сөзімізді жерге тастамай, осылай өзінің ұжымын алып келіп отырған 10 ауылдық мәдениет үйі